Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біздер ай туралы көптеген ақпараттермен танысатын боламыз. Және ай туралы айтылатын мистикалық оқиғалар рас па, өтірік пе, соны анықтаймыз. Сіздермен бірге YouTube арнасы. Ендеше каналымызды қолдап, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Айдың жерді бір рет айналуына кеткен уақыт 28 күнге тең. Сондықтан бір ай деген секілді біздің күн санау жүйемізге кіріп кеткен. Жер планета, ал ай оның жер серігі. Жерде тіршілік бар, ал айда тіршілік көзі жоқ. Жерде гидросфера, атмосфера, стратосфера секілді сфералар болса, ал айда ондай жоқ. Айтпақшы, жер мен айдың арақашықтығы 384.500 километрді құрайды. Айдың массасы жердің массасының 81 есе көп. Айдың беткі температурасы минус 173 градустан плюс 127 градусқа дейін барады. Аймен жақсылап танысқан болсақ, енді айдың зерттелуі және америкалық команда Аполлон операциясы рас па, ай бетінде адамның аяғы басты ма, соны бірге зерттейік. Айға Луна зонд, Рейнджер, Лунар орбитер және адам басқаратын Аполлон планетааралық кемелер арқылы зерттеулер жүргізген. Ең алғашқы және жүзеге асқан жоба ол Аполлон операциясы. Бұл операцияда 400 мың инженерлер және жұмысшылар жұмыс істейді. 500 миллион ғалым ақыл қосып істелген операцияның ең маңызды және ең қымбатқа түскен операция болды. 1969 жылы ракета ұшырылды. Нил Армстронг бастаған ғарышкерлер жолға аттанды. Оған дейінгі жұмыстар бөлінген қаражат, процеске кеткен уақыт, адам сенгісіз көп. 3 адам Американың Флорида қаласынан ұшты. Көп адамдар бұны өтірік жай ғана қолдан істелген видео дейді. Мистикалық оқиғаларға келсек, көптеген адамдар «Падение Луны» атты кинодан қарап, ай шынымен де мегаструктура деп ойлайды. Мегаструктура дегеніміз объекті қолдан жасалған. Киноның айтуы бойынша айдың ішінде сфера орналасқан және онда өмір бар, ал сырты топырақпен, тастармен жабылған жасырын объекті. Бірақ бұл шындыққа жанаспайды. Ондай мүмкін емес. Бірақ біз бұған 100% сенімдіміз деп айта алмаймыз. Өйткені біз оның жер астын зерттеген жоқпыз. Айға адам аяғы баспағалы 41 жыл өткен. Жай ғана тау секілді нәрсе, былай қарап пирамидаға ұқсатуға болады. Бірақ біз көрген пирамиданың суреттері ол жалған ақпарат, монтаж арқасында жасалған. Сонымен айда ешқандай тылсым күш иесі жоқ деп 99%-ға айта аламыз. Әрине 100% емес, өйткені біз айды толық зерттемедік. Өйткені ай бетін мыңдаған телескоптар бақылап отыр. Ешқандай өзгеріс жоқ. Демек, ешқандай өзге ғаламшарлықтар немесе тылсым иелері жоқ. Пирамида ол Египеттегі пирамида секілді қолдан істелген теп-тегіс пирамида емес. Тағы да адамдарды елең еткізген айға байланысты жағдайлар болды. Ай орбитасы өзгеріп жерге құлайды деген. Айдың орбитасы өзгеру үшін оған үлкен комета соғылуы қажет. Ал сондай комета айға жетпей жатып жерге құлайды, себебі жердің тартылыс күші айдан әлдеқайда жоғары. Демек, айдың орбитасы өзгеріп жерге құлау ықтималдылығы өте аз. Әрине, ай туралы ақпарат өте көп және ол туралы көп айта беруге болады. Ал біз тек маңызды және қызықты жерлерін айттық. Видео ұнаған болса лайк басып, төменге пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видео не туралы болғанын қалайсыздар, оны да жаза кетіңіздер. Ендеше
қош сау болыңыздар.